менде бір біз енді ғалым болғаннан кейін әйтеуір бір нәрсені қарап зерттей бересің ғой. Солардың былай қарағанда әулие ғалымдардың өзіміздің әулие ғалымдардың жолын зерттей бастадым ғой енді осыларды. Сол маған қызық келді да. Сонымен не керек Бұхараға барып оның көкілдашына барып қайттық, жаңағы медресесіне барып қайттық. Өткенде барсақ арнайы бөлме жасап қойды Мәшһүр Жүсіптің. Біз барсақ біздің президентіміз Тоқаев бізден бір апта бұрын сол бөлмеге кіріп отырып сол жерде келіп кетіпті, жаңағы қонақ болып кетіпті. Соны біз де бардық. Сөйтіп солардың кітаптары қолыма түсті. Мәшһүр Жүсіптің 20 томның кітаптары қолыма түсті. Содан Мәшһүр Жүсіптің кітаптарын оқысам, қазақылықты айтқан, бірақ тұнып тұрған исламды да айтқан да, жаңағыдай да, бәрін бірге де. Солардың маған қызық болды ғой. Сөйтіп солардың өмірін зерттеумен, соны кейіннен шәкірттерім келіп, енді сіз осыларды халыққа айтсаңызшы. Бұл халыққа айтқанда мен енді тіпті 800 беттей роман жаздым да, оны шығаруға да ұялдым да. Бұл халық көтере алмайды ау дедім. Өйткені халық жаңағы 15 жылда мүлдем өзгеріп кеткен. Жастар басқа неге қарай кетіп қалған да, несі бір ағысқа қарай кетіп қалған, қаттылық ағысқа қарай кетіп қалған. Олар ертең мен ол не деп айтады оған? Көріпкел дей ма деген сияқты. Сондай бір қорқыныштар болды. Не деп түсіне деген болар. Сонымен айтып, мен неден қорқамын? Өзім аталарымыз, бабаларымыз, өзіміздің жолы осы негізінде. Сенің мынау біздің ұстанып келген жолымыз негізінде дәстүрлі ислам деп отырған бұл бізге соңғы 15 жылда ешқандай сәйкес келмейді деп жастарға осыны қазір айтып жүрмін. Ей жастар, сендер лағып кетіпсіңдер ғой. Оны Құранда аят бар, қайда лағып барасыңдар деген, уайна тасабун дейді. Сендер қайда лағып барасыңдар? Сендердің ұстанып жүргендерің дұрыс емес қой. Матуриди дейсіңдер, Матуридидің жолын ұстанбайсыңдар. Абу Ханифа дейсіңдер, Абу Ханифаның жолын ұстанбайсыңдар. Мынау радикалдық қой мынау. Құдайдың мейірімінен жұрдай болыпсыңдар. Сонда мынандай не таң қалдым, кейін былай зерттеп қарасам, 15 жылдың ішінде бір 100 жылдай уақыт өтіп кеткен сияқты ғой. Жаңа үңгірден шығып қараймын ғой, жаңа Нұрболат үңгірден шығып қараймын ғой, сөйтсем өзгеріп кеткен жастарда бір қорқыныш пайда болған да, үрей пайда болған. Сонда не үрей десем, жаңа дінге келгендер бәрін үреймен ұстанады екен да. Орамал тағады үреймен. Оны хижаб деп ат қойып алыпты өздері де. Сақал қояды. Не үшін сақал қояды? Осылай тозаққа кетіп қаласың дейді, анау дейді, мынау дейді. Енді радикалдық ханафилер де бар, сәләптер де бар. Қысқаша айтқан көйіп кеткен енді. Сонда мен таң қалдым. Бұрын біз секталармен, дінсіздермен жағаласып алысатын енді бүгінде мұсылманмен алысатын заман келген бе деп таң қалдым. Мынау сенің исламның жолы емес қой, мүлдем басқа ғой. Сонда таң қалғаным Құдайдың мейірімінен жұрдай болып тұр да. Содан мүлдем бір неге айналып кеткен ғой, ассимиляцияға айналып кетіп, ұстанымдар мүлдем басқаша. Барлығының жүрегінде дінге келгендердің көп, барлығын демей ақ қойшы, көбісінің жастардың жүздерінде үрей бар да. Содан мен таң қалдым, бұдан не үрей болды? Сөйтсем олардың барлығы Құдайды, залым Құдай, мейірімсіз Құдай, қатты Құдай, аямайтын Құдай, ылғи да сынаққа сала беретін Құдай, жолыңды байлап тастайтын Құдай деп, солай деп түсінік пайда болған екен. Сен Құдай аталарымыздың жолын қараса, Мәшһүр Жүсіптердің жолын қара. Құдай деген мейірімді Құдай. Әжелеріміз қара, қоршау үйіріп жатқан әжелеріміз қара. Әлгі анау кілем тоқыған әжелеріміз қара, кезіндегілер. Олардың барлығы Құдайда шексіз бір мейірімді деп түсінді ғой. Сендер бұл мейірімсіз Құдайдан қаяқтан тауып алдыңдар десек, бұлар арнайы сол жаңағы сәләфизмнен, жаңағы шетелден, басқадан, араптан, андан мұндан солардан келіп бізге сіңіп, былай қарағанда мүлдем түсініп кетіп қалған, басқа кетіп қалған ғой. Егер оны құнанбайлар жаңағы аталарымыз тіріліп келсе, олар тіпті мұсылман деп қабылдамайды. Сен мыналарың мұсылмандық емес қой, Құдайдан безгендік қой, діннен безгендік қой. Діннен безді кімді айтады? Намаз оқыса да, басқа қылса да Құдайды егер бір қорқынышты Құдай деп, тозаққа лақтырып тастайтын Құдай деп түсінетін болса, онда ол діннен безген, ол Құдайдан безген. Пайғамбар не үшін келді? Бүкіл пайғамбарлардың бірақ мақсаты бар. Құдайдың, Алланың мейірімін тану. Біз соны бүкіл қазақ мың жылдар бойы, мың жылдан бізден бұрын пайғамбарлар келген, біздің елге де келген, Саққа да келген кезінде, Ғұнға да келді. Жаңағы сол ислами хабарлар болса, олардың барлығы да ұстанып келген дін, ол бір дін. Жаңағы анау тон көк жазуларында қарасаң, ода да тек жалғыз Құдай деп жазған. Ода да сол Құдайдың мейірімін айтады. Ал сендер неге олай? Сонда бір
былай қарағанда енді бір агрессивностьке кіріп кеткен, бір тығырыққа бір тірелген ғой. Енді соңғы кезде қарасам, соны олар енді шыға алмай жатыр екен да. Сол тығырықтан бұл бұл толқын, белгілі бір толқын жаңағындай. Онда да мынау тіпті атап айтады ғой, 80-ші жылғылардан төмен. 90, 2000 соған қарай. Сондай осындай бір толқындар, бір